Баршаңызға сәлем. Сіздер Кит спорт арнасындасыздар. Бүгін өтіп бара жатқан спорттық аптаның басты қорытындысын шығарамыз. Басты назарда жас қазақстандық спортшылардың халықаралық турнирлердегі жетістіктері. Хоккейден бастайық. Барыс 2011 командасының 15 жастағы капитаны Руслан Палаев Канададағы Онтарио хоккей академия негізгі құрамының ойыншысы атанды. Өткен маусымда шабуылшы Ресей біріншілігінде 36 матч өткізіп, 30 ұпай жинады. 13 шайба соғып, 17 нәтижелі пас берді. Енді Русланды жаңа кезең, оқу мен хоккейді ұштастыра алатын канадалық дайындық жүйесі күтіп тұр. Тағы бір перспективалы форвард 14 жастағы Саиф Халикназаров. Ол ақштағы Atlantic Coast U14 ААА академиясының келісім шартқа отырды. Өткен маусымда Алматы сапында өнер көрсеткен хоккейші 24 матчта 21 ұпай жинады. Ал одан бір жыл бұрынғы нәтижесі тіпті таңғалдырған еді. 29 ойында 100 ұпай. Саиф үшін бұл халықаралық мансабындағы жаңа қадам және американдық хоккей тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік. Футбол алаңында одан кем емес жарқын оқиғалар орын алды. Қайрат U14 командасы Швейцариядағы өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы атанды. Финалда алматылықтар португалиялық Бенфикамен кездесіп, 1-0 есебімен басым түсті. Жалғыз голды Роман Черноморец соқты. Бұл ретте Қайрат бүкіл турнирді жеңіліссіз өтіп, жарысты бірінші орынымен аяқтады. Жас теннисшілер үшін де апта сәтті өтті. Қостанайда U14 жасқа дейінгі спортшылар арасында SIB Баракат Кап турнирі мәресіне жетті. Жарыс жеңімпазы атанған жергілікті теннисші Виктория Панина. Күміс жүлдені Томирис Муханова жеңіп алса, қола медаль Петропавлдық Камила Беляловаға бұйырды. Алматыдағы халықаралық ATF 16 Андер турнирінде Ақтөбе өкілі Влада Кузьменко жұптықсында топ жарды. Ол өзбекстандық спортшы Камила Каюмовамен бірге жарысты алтығын жеңіп алды. Қазақстандық таэквондошылар да жақсы нәтижелерді көрсетуге жалғастыруда. Одинцово қаласында өткен Russian Open турнирінде қазақстандықтардың жасөспірімдер құрамасы 3 медаль еншіледі. Любовь Юн күміс жүлдегер атанса, Нурила Жарас пен Балгерим Өтеген қола медаль жеңіп алды. Қытайдың Нанкин қаласында өткен World Taekwondo Grand Slam Youth Лига финалындағы қазақстандық спортшылардың нәтижесі тіпті әсерлі болды. Біздің команда 1-9 медаль, 6 алтын, 1 күміс және 2 қола медаль жеңіп алды. Ал бұл ретте жас биатлоншылар да өз наградаларын қанжығаға байлады. Астанада өткен Қазақстанның жазғы чемпионатында Шығыс Қазақстан облысының спортшылары бірнеше мықты нәтиже көрсетті. Рамиль Сәрсенбаев жекелейсында жеңіске жетіп, спринтте күміс жүлдегер атанды. Қола медальдарды Кристина Полторанина мен Анастасия Ильенко иеленді. Басты командалық жетістік ретінде Шығыс Қазақстан облысының құрамасының Гранд Тур биатлон жалпы есебіндегі жеңісін атап өтуге болады. Бірінші орын үшін командаға 3,5 миллион теңгенің ақшалай сертификаты берілді. Қытайда өткен Жоңлин Кап халықаралық турнирінде қазақстандық гимнасттар сәтті өнер көрсетті. Жезқазған, Астана және Қарағанды өкілдері тұтас медальдар топтамасын жеңіп алды. Жеңімпаздар қатарында Мөлдір Мұхтар, Зере Жәңтілеу, Айнел Орынбасар және Айзере Аманкелді бар. Әсіресе жеке бағдарлама түрлерінен 3 алтын және көп сайыста күміс жеңіп алған Аянат Есенбек ерекше көзге түсті. Будапештте өтіп жатқан көркем жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатынан да тарихи нәтижелер келді. Алдияр Рамазанов пен Ясмина Исламовадан тұратын микс-дуэт еркін бағдарламада күміс медаль жеңіп алды. Қазақстан үшін бұл жасөспірімдер арасындағы осы дисциплинадағы алғашқы тарихи медаль. Астаналық спортшылар тағы бір күміс медальді акробатиялық топтық бағдарламада иеленді. Франкфурттегі көркем гимнастикадан әлем чемпионатында Ақмарал Ерекешева сәтті өнер көрсетті. Өзінің алғашқы ересектер арасындағы әлем чемпионатында қазақстандық гимнастка 84-те 2 ұпай жинап, көп сайыста үздік 5-ке енді. Енді спортшыны финал күтіп тұр. Су полосынан да жақсы жаңалықтар бар. 16 жасқа дейінгі ойыншылар арасындағы су полосынан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы 23-ші орынға ие болды. Жас шахматшылар да қуантуды жалғастырады. Павлодарда өткен Қазақстан Республикасы кубогының 5-ші кезеңінде атыраулық 10 жастағы Болат Алирахман 90 қатысушының арасынан 9 мүмкіндіктен 7-де 5 ұпай жинап,
турнир жеңімпазы атанды. Енді оның FIDE рейтингі 1-110 пунктке өсті. 14 жасқа дейінгі ойыншылар арасында семейлік 13 жастағы шахматшы азамат күміс жүлдегер атанды. Ол 9 мүмкіндіктен 7 ұпай жинап, 90 қатысушының арасында екінші орынға ие болды және FIDE рейтингінде 50 пункт қосты. Бүгінгі шығарылымды күнделікті еңбектің бірте-бірте үлкен нәтижелерге қалай әкелетінін көрсеткіміз келеді. Атыраулық 15 жастағы жүзгінші Дарья Чеснокова спорт шебері нормативін орындап үлгерді. Ұлттық құрама сапына енді және Азия чемпионатының күміс қоса алғанда бірнеше халықаралық медальдарды жеңіп алды. Дарья жүзумен 8 жыл бойы айналысып келеді. Келесі үлкен мақсаты Дакардағы жасөспірімдер олимпиада ойындары. Ал спортшының басты арманы бір күні олимпиада тұғырына көтеріліп, Қазақстанды әлемнің ең беделді жарыстарына таныстыру. Дәл осындай оқиғалар үлкен жеңістер жаттығудан, тәртіптен және өз мақсатына деген сенімнен басталатынын тағы еске салады. Осымен аптаның спорттық жаңалықтары аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Кит спорт арнасына жазылыңыздар, лайк басыңыздар және осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.